Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі біздің тақырыбымыз переменный жайында болады. Қазақша айнымалы деп айтылады. Мысал ретінде алдыңғы жұмысымызды қарастырайық. Бұл жұмыста светодиодымыз через резистор арқылы 10-ші пинға жалғанып тұр. Начать моделирование деп басатын болсақ, біздің светодиодымыз не істейді? Жанып өшеді. Яғни біз жазған программа арқылы. Болашақта бұл пиніміз ауысып кетті. Мысал ретінде 10-ға емес 5-ші пинға. И біз начать моделирование деп басатын болсақ, бізде ешқандай светодиодымыз жанбайды. Себебі біз бұл жерде программамызда 5 емес 10-ші пин көрсетіліп тұр. 5-ші пинді жандыру үшін біз 10 деген мәнді 5 деген мәнге ауыстырып шығуымыз керек. Яғни 10-ның орнына 5 деген мәнді жазатын боламыз. Яғни начать моделирование дейтін болсақ, біздің светодиодымыз яғни 1 секунд жанып өшіп отыр. Болашақта қазір біз 3 қана строканы ауыстыру арқылы светодиодты жақтық, яғни басқа пинға ауысса, болашақта біздің программамыз 3 қана строка емес, 10, 20, 30 немесе 100-ден де көп болуы мүмкін. Яғни әрбір строканы ауыстырып отыру бізге тиімсіз. Сол себепті біз переменныйды пайдаланамыз. Переменныйды қалай пайдаланамыз? Біздің 5 деген мәніміз целые числа болады. Сол себепті біз типі данный жазамыз. Өзінің арнайы әрбір данныйға, яғни әрбір мәліметтің өзінің тип данный болады. 5 деген мәнімдікі целые числа болған екен, int, integer деген сөзінен алынған. Int деп жазамыз. Одан кейін переменныйдың аты. Біздің светодиодымыз ағылшынша LED деп аталады. Сол себепті LED деп жазайық. Және қай переменныйды, то есть қай пинді көрсететінін жазамыз. Яғни 5. И, соответственно, біз астындағы 5 деген мәнді LED-ке ауыстырып шығамыз. Қалай жұмыс жасайды? Яғни біз LED дегеніміз, яғни переменный, контейнер ретінде қызмет атқарып, өзіне 5 деген мәнді өзіне алды. Соответственно, астындағы LED деген орнына бізде 5 деген мән тұрады. Яғни начать моделирование деп басатын болсақ, бізде светодиодымыз не істеді? Жанып өшіп отыр. Егер біз болашақта бұны 5-ге емес, мүмкін басқа мәнге ауыстыратын болсақ, например, 8-ге. 8-ге ауысын, біз 3 строканы емес, бірақ строканы ғана өзгертсек болады. И мына жердің орнында, LED-ның орнында не бар деген сөз? 8 бар деген сөз. Бізде мына жерде көрсетіліп тұрған знак, бізде математикада бұны тең дегенді білдіреді, ал информатика тең дегенде 2 знак қойылады. Осы тең дегенді білдіреді. Ал бір тең присваивание деп аталады, яғни контейнер өзіне 8 деген мәнді алатын болады. Яғни переменный дегеніміз осы. Яғни біздің программамызды тез және жылдам жазуға көмектеседі, немесе қандайды бір өзгерістер болса, осылай жылдам өзгертуімізге болады. Алдағы сабағымызда біз осы 3 түрлі түсті светодиодты жалғау арқылы светофор жасайтын боламыз.